ұбт келген есеп сұлбадағы 4 омдық өткізгіштегі кернеудің мәнін, одан кейін 3 резистордағы жалпы кернеуді анықтауымыз керек. Оқушылар, мынау 4 ом кедергіні біз мысалы R1 деп қояйық. R1 4 ом, R2 кедергі бізде 5 ом, ал R3 кедергі 9 ом болып тұр. Сонда ток мына жақтан келді, I ток келді. 4 ом резистордан өткеннен кейін екі жаққа қарай бөлінеді. Сонда R2 кедергіден өтетін ток бізде I2, R3 кедергіден өтетін ток I3. Одан кейін суретке қарайтын болсақ, бұл жерде R2 кедергі мен R3 кедергі қалай жалғанған? Параллель жалғанып тұр, параллель жалғанған кезде бізде мынандай формула бар. 1 бөлінген R тең болады 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3. Немесе біз оны былай жазуымызға болады. Параллель жалған кезде R параллель R2 көбейтілген R3 бөлінген R2 қосылған R3 деп жазып алайық. Орнына сан мәндерді қояйық. R2 бізде 5, R3 9, 5 қосылған 9. Сонда 45-ті бөлеміз 14-ке. Есептеген кезде 3-те 21 ом шығады екен. Яғни параллель жалған кездегі кедергіні тауып алдық. Ал енді R1 кедергі мен R2-3 кедергі бір-бірімен тізбектей жалғанып қалды. R1 кедергі, сосын R2-3 кедергі тізбектей. Тізбектей жалған кезде кедергілер қосылады. Сонда жалпы кедергі R1 қосылған R2-3. R1 бізде 4 қосылған 3-те 21. Сонда 7-те 21 ом шығады. 4 ом кедергі арқылы өтетін кернеу тауып алайық бірінші. Сонда U1 деп қояйын. Яғни ол I көбейтілген I1 көбейтілген R1. Ток күшінің мәні 0,83 ампер. 0,83-ті көбейтеміз R1 4-ке. 3-те 32 деген шықты вольт. Ал енді жалпы кернеуді табу үшін біз не істейміз? U тең I көбейтілген R жалпы. Яғни ток күшін біз жалпы кедергі көбейтеміз. Ток бізде 0,83, жалпы кедергі бізде 7-те 21 шықты. 5-те 9, немесе біз оны жуықтап 6 вольт деп жазсақ болады. Яғни D нұсқасында 6 вольт деген тұр. 3-те 32 деген бұл жерде түспей қалған екен. Ең алдымен параллель жалғанған кездегі кедергіні тауып алдық. Одан кейін тізбектей жалған кезде кедергіні тауып алдық. Ом заңының формуласын пайдаланып кернеуді анықтадық. Егер түсінікті болатын болса, комментарийға өз ойыңды жазып қалдыр. Физика таңдаған достарыңа жіберуді ұмытпа.